Саламатсыздар ма, оқушылар? Өзін өзі тану пәнінен 2 классқа арналған сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы туған өлкенің табиғатын сақтауды үйренеміз. Алдымен оқушылар, жағымды көңіл күйге ену үшін барлығымыз бірге мына өлең жолдарын бірге айтайық. Қуанамын мен де, қуанасың сен де, қуанайық достарым, арайлап атқан күнге. Ендеше осындай қуанышты көңіл күймен сабағымызды жалғастырайық. Сабақ барысында өзін өзі тану пәнінің 5 ережесін еске түсіреміз. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі адам табиғаттың бір бөлшегі. Халық даналығы. Балалар, өздеріңіз білесіздер, халық даналығы ата-бабамыздан келіп жеткен асыл сөз өрнегі. Халқымыздың құнды асыл қазынасы. Ендеше жоғарыдағы дәйек сөзден қандай ой түйдіңіздер? Осы тақырыптағы сабағымызды жалғастыру үшін сіздерге арнайы әңгіме оқып бергім келіп отыр. Ертеде бір қарияның 3 ұлы болыпты. Өздерінің әкесін қатты жақсы көретіні соншалық, қарттың ұзақ та сау өмір сүруін армандап, оның жолын қайдан табамыз деп ұзақ кеңесіпті. Әрі ойланып, бері ойланып, ақырында ел арасынан денсаулықтың мекенін іздемекші болады. Үлкен ұлы денсаулықтың мекенін табиғаттың саялы орманынан табады. Ал ортаншы ұлы бұл мекенді табиғаттың таза көлді елінен табады. Ал кіші ұлы көрікті жер елінен кездестіріпті. Ұлдарына дән риза болған қария 3 ұлының да еліне кезек-кезек барып тұрыпты. Сөйтіп қария бақытты да баянды ұзақ ғұмыр кешіпті. Ендеше балалар, осы оқылған әңгіменің мазмұны бойынша сіздерге сұрақтар қойылады, толық жауап беруге тырысайық. Қарияның ұлдары денсаулық мекенін неге іздеді? Қарияның ұлдары ол мекенді таба алды ма? Қария қандай сезімде болды? Адам мен табиғат арасында қандай үйлесімділік бар? Табиғат сұлулығын қалай сақтап қалуға болады? Табиғат сені қандай әсерге бөлейді? Ендеше, балалар, таза ауа, таза су, саялы орман, көрікті жер адам денсаулығын сақтауға да көмектесетінін білесіздер. Сондықтан табиғатқа әр уақытта қамқорлық жасауымыз қажет. Шығармашылық жұмыспен айналысу үшін сіздерге берілетін бірінші тапсырма. Суреттерге қарап, табиғатқа қандай қамқорлық жасауға болатынын әңгімеле. Екінші тапсырма. Мақал-мәтелдерді жалғастыр. Яғни көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойып, мақал-мәтелдерді толық жазамыз. Мысалы, бір тал кессең, неше тал ек? Үшінші тапсырма. Тыйым сөздерді жадыңа сақта. Ұнасын, ұнамасын, бұзба құстың ұясын. Бекер елікпе, қызба,
құмырсқа үйлеуін бұзба. Көк шөпті жұлма, топырақты таптама. Балалар, бүгінгі сабағымызда топпен ән айту бойынша әдемі әні берілген. Оқулықтағы әннің сөзіне қарай отырып, бейне жазба сілтемесі төменде көрсетілген. Үйге тапсырма. Жер анаға хат. Балалар, бүгінгі сабақтан алған білімдеріңізді қорытып, жер анаға деген өздеріңізді ойларыңызды хат түрінде жазыңыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау, саламатта болыңыздар.